Ал мынау Ресейң быт-шыт бір жаңағы бір ауылдағы бір берекесі кеткен бір әулеттің бір тойы болады ғой жаңағы. Әкесі өз алдына лағып алып дөйдаларда жүр, шешесі бір мыңқиған, ол бір топ қатынмен ішіп алған, мына жақта ол дар-дар етіп ол жүр, мына жақта келіндер дараңдап жаңағы қызып алған жүр, той, быт-шыт қысқасы бір сондай. Енді орыс бүкіл дүние жүзін бір үлкен бір класс десек, мысалы бір мектепте оқығандағы класс десек, Еуропа жаңағы ата бабасы бай, тәртібі бар, өскен, білімді, күші бар, қуатты, өздері әдемі бір жаңағы қыз жігіттер сияқты да Еуропа. Жаңа әдемі киінген, ілім-білім бар, үйлері де әдемі, бір-бірімен шығысымды, тәртіпті. Америка жаңағы алып та жығады, шалып та жығады, сабақ десең 5-ке оқитын, білмейтіні жоқ, бүкіліне де әрі бай, әрі тәкаппар, әрі жуан жұдырық, кез келген ұрам дес ұрып тастайды. Сондай Америка сондай да, бірақ өзінің бір тәртібі бар, заңы бар орнатып қойған. Ал орыс жаңағы бір жаңағы бір алқаштың баласы сияқты да. Бір класстарыңызда бір алқаштың бір баласы бола ма, жаңағы өзі құрттай бала, 12-13, 15-тегі деп қояқшы, 15-тегі бала, бірақ 42-ші, 43-ші размерлі етік киіп алған, ол быт-шыт әкесінің шапанын киіп алған, жаңағы бұтына жаңағы бір ұзын шалбарды қайырып киіп алған, жаңағы үстінен киімінен әкесінің құсығы шығып тұрған, жаңағы өзі кедей, үйі быт-шыт, жаңағы шешесі де алқаш, әкесі де алқаш, кетеуі кеткен, төбелескіш, жаңағы қайта-қайта төбелесіп, таяқ жеп, шошқамен бірге, итпен бірге жататын бір сондай бір құрған отбасы. Сонда былай бір класс десек, мысалы, Американы енді класс жетекші деуге келеді де. Еуропа сондай әлемді білімді, тәртіпті, әдемі, сұлу, заңға бағынған, өздерінің бір принциптеріне ымырасы бар, бірге ойнайды, бірге жүреді, жұбы жазылмайды жаңағы. Орыс жаңағы бір сорлы, не ақшасы жоқ, бірақ жұдырығы бар айтты. Енді орысша боқтық айтпай-ақ қояйын. Орысша боқтық айтпаймын мен өзім принцип. Деп жаңағы жұдырығын алышады, бір қойса жаңағы сылқиып жатады, жатып алып, аузында жаңағы құсығы бар, арағы бар, қоймай, деп боқтап жататын. Бір кетеу кеткен, әкесі де шешесі де құрыған бір алқаш. Сол сияқты да бұлар енді. Қазіргі соғыстардың сиқы солай болып тұр. Енді мен жалпы орыс пен Қытайдың қазіргі жағдайына қарап, өзім разы боламын, қуанам, өте жақсы түрде қуанамын. Бұл енді сөздің шыны бір жақсылық келе жатыр қазақтарға. Мен өз басым бүкіл осы орыс Қытайдың боданда жатқан, ана орыстың боданда жатқан татар бауырларымыз, шешендер мысалы, мынау ноғайлар, орыстар қынадай қырып 90%-ын қырып жіберді ғой біздің мына ноғай бауырымыз. Негізінде ноғай қазақтан көп болған ғой. Қазақ ноғай жаңа жылап айырылысты дейді ғой. Қазақ ноғай жылап айырылысты деген, қазақ деген ноғай, ноғай деген қазақ болған. Сол енді төрімізде бір ұруларымызда бір мына жырауларымызда бір Асан Қайғы әрі қазақ ортақ, әрі ноғай ортақ, Шалкиіз әрі қазақ ортақ, әрі ноғай ортақ, Ақтамберді әрі қазаққа ортақ, әрі ноғай ортақ. Енді қазақ ноғай бір енді. Тіпті мына бүкіл кіші жүздің рулары ноғайдың ішінде бар. Міне қарасаңыз, бүкіл кіші жүздің рулары ноғайдың ішінде бар. Ноғайдың рулары кіші жүздің ішінде бар мысалы. Сонда енді бір қалқан қазақ ноғай жылап айырылысқан деген деп екі мемлекет болып бөліндік қой. Біз қазақ болып, олар ноғай болып қалыптасты. Сол кезде қазіргі мына Орта Азиядағы сарттардың төбесінен жаңағы үстемдік құрған, отырақтанған көшпенді өзбектер менен отырақшы өзбек және сарттар осы үш құрамнан тұратын. Соның өзбек хандығы болып құрылды. Кейін Совет алды да ана отырақтанған өзбегіңді де көшпенді өзбегіңді де бәрін бағындырып келіп сарттың тілінде сөйлетіп қойды. Сонымен өзбек дейтін жасанды ұлт қалыптасты ғой міне. Оны мен бұрынғы лекциямда айттым ғой, бұны қайталаудың керегі жоқ. Бұл Лениннің ресми түрде Орта Азия ұлттарын бір-бірінен бөлшектеу саясаты. Мысалы, Ақсақ Темірдің жеке куәлігін іздеп тауыңдар көрінен қазып, Ақсақ Темір өзбек емес. Ақсақ Темірдің заманында өзбек дейтін ұғым болған жоқ. Ақсақ Темірдің заманында өзбек дейтін ұғым болған жоқ. Міне. Бұл енді былай қарап отырсаң, сол біздің басымыздан бағымыз тайып, темір қаруды қолдана алмай, от қаруды, зеңбіректі қолдана алмай,
немістің қолынан қаруды алып күшейген, немістен қатын алып, сосын сол неміс қатын келіп орыстың көсегесін көгертеді ғой. Сол неміспенен құда болып, сол құдаларының арқасында байып кететін бір ауылдағы бір сұмырай алқаш біреу болушы еді ғой, жаңағы аяқ астынан ұлы адам болып, содан бір жақсы жерден қыз алып, сосын ана құдаларының арқасында қораларына мал салып кетеді. Сол орыстар сол сияқты болды ғой. Сол немістен қыз алады, сосын неміс қатын орысты адам қылып кетеді ғой. Сол бүкіл шеберді алып келеді, кеме жасауды алып келеді, қару жасауды алып келеді, өндірісті алып келеді. Сол орысқа қысқасы Еуропаша киінуді де сол алып келді ғой сөздің шыны. Анау Петр бір дейтін орыстың жаңа беліне түскен биттеп кеткен сақалын қайшымен қиып, сөйтіп жаңа ұзын шекпендерін қиып, Еуропаша қысқа киім кигізтіп, сөйтіп жүріп адам болған халық 1860 жылға дейін жекеменшік қатыны, жекеменшік байы болмаған ел. Сондықтан бүгінгідей тобырлық санаменен тек қыру, жою, басқалардың, басқа халықтардың жерін жаулап алу бір арман, одан басқа арман жоқ. Жақсы өмір сүру, еркіндік, теңдік, бақытты баяшат өмір сүру жоқ, ондай ұғым жоқ. Енді сөйткен халықтан не көресің? Мен енді жалпы сол орыс бодандағы бүкіл арғы жағы татар, бергі жағы шешен, мынау ноғай, қарақалпақ, орыстың құрамындағы якут, мынау алтай, мына жағынан тұңғыс тываларға дейін бүкіл орыстың боданда болған бүкіл халық азаттыққа шығады деп үміт етемін. Орыс құласа, Қытайда құлайды. Бұл 2023 жыл осы диктаторлық жүйенің тасталқан болатын жылы. Иранды білмеймін, бірақ орыс пен Қытай тасталқан болатын жыл деп диагноз қоюға болады 2023 жылды. Сондықтан баршаларыңызға жақсы дұға тілекте болыңыздар. Менің енді лекциям сәл азайыңқырап қалуы мүмкін. Айтпақшы, ковидке тексерілдім, тест тапсырдым. Ковид емес екен. Ана омикрон дейтін жаңа түрімен ауырып қалдым ба деп ойладым ғой. Сөзсем ауырмаппын, жақсымын. Енді қарбалас боламын. Қарбалас болып сөйлей алмай қалсам айыпқа бұйырмаңыздар. Жақсы. Атажұрт партиясын қолдаңыздар. Атажұрт партиясына мүше болыңыздар. 1 миллион қазақ мүше болып, 1 миллион қазақтың бүкіл видео жазбаша арызын бүкіл халықарада шулатып отырып, Тоқаевтың тасталқан шығарамыз. Тоқаевты тоңқайтамыз, Назарбаевты тұтас әулетімен түрмеге тығамыз. Назарбаевты және оның жақтастарын, Назарбаев жасақтаған бүкіл кланды, бүкіл ана тайпасымен, сол тайпаның атын жамылып Назарбаевтың кланы болып қалыптасқандарды, әрине ол тұтас тайпаны емес. Сол тайпадан шығып, Назарбаевтың айналасына сол тайпашылдық рух бойынша жиналған, сол бүкіл ұры, қары, қарақшы, суайт, тонаушының біреуін қалдырмай, көздерінен қан ағызтып отырып, аңыратып, зарлатып, жылатып отырып, бала шағасын қатын тоқалдарымен қосып, еңіретіп отырып, бүкіл дүние жүзінің әділ сарапшы сотшыларын шақырып, бүкіл дүние жүзінің тексерушілерін, бақылаушыларын шақырып отырып, бүкіл Қазақстанда тонаған, бақытсыз қылған мынау 300 семьяны, бүкіл облыс, аудан әкімдерінен тартып, бүкіл полиция прокурордың бастығы, бүкіл армия, ұлттық қауіпсіздіктен, бүкіл қазақтың соры болып отырған бүкіл сұмырайды Назарбаевтық кезден бергі бірін қалдырмай соттауға мен уәде беремін. Тарихта қазақ халқының нағыз азаттығы содан басталады. Қазақ халқының нағыз азаттығы. Мынау ұлттық арнадағы ана бұлбұлдарға дейін тілін сайрап Назарбаевты үгіттеген бүкіл журналист, бүкіл қаламкеш, мынау ұлттың басына күн туғанда сол Назарбаевты мақтап күн көсем деп жан баққан бүкіл сұмырай ақын, жазушы, қаламкеш бірін қоймай сыпырамыз. Бізге ондай зиялы пиялының керегі жоқ. Бізге оның көк тиынға керегі жоқ. Ондай арсыз, сатқын, сатымсақ табанның бүрі жоқ, ұлттық сана сезімі жоқ. Ондай сұмырайдың бір тиынға, көк тиынға керегі жоқ. Бәрінің көзін құртып, түрмеге тығып, істеген ісіне қарай, үнсіздігіне қарай кезінде бәрін түрмеге тығып, нағыз жастардан, нағыз ұлтшылдардан былғанбаған, ақша ұрламаған, қарам жемеген, жүрегі таза, руханияты таза жастарды билікке алып келеміз. Сол мықты жастар, сол 30-40 айналасындағы жастар, міне Зеленский сияқты міне. Солар
сол ауылыңды да, ауданыңды да, облысыңды, республикаңды да солар басқару керек. Мынау совет сасыған, мынау орыс сасыған, мына КГБ-ның тәрбиесін көрген, фильтрден өткен, күшігінде таланған, мынау орыс тәрбиесін көрген сұмырайдың біреуін қалдырмай көзін құрту керекпіз. Ол үшін Атажұрт партиясына мүше болыңыздар. Атажұрт партиясы Қазақстанды шынайы азат қылатын партия.